Ассаламу алейкум, достар. Арнама қош келдіңіздер. Қызанақ пен қызыл болгар бұрышы арзан кезде үй жағдайында осындай тамаққа дәм беретін өте ерекше әртүрлі формадағы томатты қатыратын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге қызанақ, қызыл болгар бұрышы, көк шөп және де сарымсақ қажет болады. Көк шөпті қоспа өз қалауларыңызда. Ең алдымен біз барлығын жақсылап жуып алып дайындап аламыз. Қызанақтарымызды жуып, қызыл болгар бұрыштарымызды жақсылап жуып, тазалап алатын боламыз. Енді барлығын тазалап, ет тартқыштан өткізуге дайындаймыз. Осылай қызыл болгар бұрышын керек емес басын барлығын алып тастаймыз. Ортасында барлығын алып, турап аламыз. Қызанақты да дәл осылай басының керек емес жерін алып тастап, осылай ыңғайлы етіп, ет тартқыштан өтетінде ыңғайлы етіп, барлығын турап дайындап аламыз. Егер де осындай ерекше рецепттерді көргілеріңіз келсе, маған тіркеліп лайк басып, рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Дайын болған заттарымыздың барлығын осылай ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Қызыл болгар бұрышын, қызанағымызды, көк шөпті өткізсеңіз, қызанақпен бірге өткізген дұрыс, тезірек өтеді. Сарымсақтың барлығын өткіземіз. Мен көк шөпті бөлек өткізіп алдым. Міне біздің томатымыз дайын болды. Үстіне 2 қасықтай тұз салып, 2 шай қасықпен тұз салып, жақсылап араластырамыз. Осындай түсі әдемі қоймалжың томат бізде шықты. Енді осылардың барлығын силиконды формаларға құйып қатыратын боламыз. Менде осындай силиконды формалар, осыларға құямыз. Мен көк шөпті барлығына бірдей қоспаймын. Тек осы формаға құйған жерге ғана қосатын боламын. Осылай қатты толтырмай құямыз. Осылай құйып, барлығын құйып болған соң үстіне қалауыңызша көк шөбіңіз салсаңыз болады. Міне бізде көк шөп салынған томат дайын. Енді келесі формаларға да дәл осылай барлығын құйып шығатын боламын. Барлығын құйып дайындап болғаннан кейін силиконды формаларымызды мұздатқышқа жібереміз. Міне бізде мұздатқыштан шықты, өте әдемі болып қатқан, қолдануға да ыңғайлы, түрлері де сүйкімді. Мынау бізде көк шөппен жасаған томатымыз, осылай қолдануға ыңғайлы. Осылардың барлығын салафанда сақтасаңыз да болады, немесе пластик ыдысқа салсаңыз болады. Мен пластик ыдысқа салып сақтайтын болам. Осылай қатты нығыздамай, арасын кішкене ашып, жабысып қалмас үшін, қолдануға ыңғайлы болу үшін осылай салсаңыздар болады. Мен осының барлығын осылай пластик ыдысқа салып шығатын боламын. Менде осындай 1,5 кило қызанақ пен 1,5 кило қызыл болгар бұрышынан осыншалықты томат шықты. 3 пластик ыдысым толды. Осылардың бетін жауып, ұзақ сақталу үшін мұздатқышқа қайта саламын. Міне осылай алынуы да оңай. Тамақты қуырып жатсаңыз да, осылай үстіне салып жіберіп, тамақты пісіре бересіз. Жаздың дәмін еске салатын, уақытыңызды да үнемдейтін осындай томат жасап көруге кеңес беремін. Сұйық тамаққа мен 2 штук қосамын, дәмі жақсы шығуы үшін. Жасап көріңіздер. Егер рецепт сізге ұнап, пайдалы болып жатса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.